қазір Торайғыр ауыл деп аталады. Сұлтан Махмудтың балалық шағы осында өткен. Әкесінен ескіше хаттанып, 13 жасынан бастап молдадан дәріс ала бастады. 1911 жылы Нұралы деген ұстаздың көмегімен қазақ, татар тілдерінде әдеби кітаптармен танысты. 1912 жылы Троицкідегі Ахун Рахманқұлы медресесіне түседі. Бірақ мұнда бір жылдай оқыған ол өкпе ауруының зардабынан оқудан шығып қалады. Осылайша Сұлтан Махмуд енді медреседе оқуды қойып, орысша оқу іздейді. Қала маңындағы елде жаз бойы бала оқытады. Осы кезден бастап ақындыққа ден қойып, сол жылдары оқып жүрген жастарға ендігі бет алыс «Шығамын тірі болсам адам болып» атты бірнеше өлеңдерін жазды. Осы әйгілі Қамар сұлу романын жазуды бастады. 20 ғасырдың басында қазақ әдебиетіне роман керек деген тәрізді пікірлер көп айтылған. Қазақ газеті айтады, Айқап айтады. Мысалы үшін Айқап газеті, Айқап журналы әдейі роман бәйгесі жарияланды. 1913 жылдың күзінде Троицкіге қайтқан Торайғыров Айқап журналына жауапты хатшы қызметіне орналасты. Бірнеше өлеңдер мен әңгімелері осы басылымда жарияланды. Алайда журналда аз ғана уақыт қызмет еткен ақын 1914 жылы жазда туған елі Баянауылға оралды. Ел ішінде мәдени ағарту жұмысын жүргізетін Шоң серіктігі деген үйім ашпақ болғанымен ойы толық жүзеге аспады. Осы жылы орысша оқу іздеп Семейге барған Торайғыров діттеген оқу орнына салмай біраз дағдарысқа ұшырайды. Ақынның одан кейін өмірі Томскіде өтеді. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болуды армандаған ағартушы 1917 жылғы ақпан төңкерісінен кейін Семейде жаңа құрылған Алаш партиясы мен Алашорда үкіметінің жұмыстарын араласып, Алаш ұранын жариялады. Бірақ сырқаты асқынып кеткендіктен оқуды да, жұмысты да тастап, 1918 жылы сәуірде туған жеріне бір жола оралды. «Шығамын тірі болсам адам болып» деп жырлаған ақын арманына толық жете алмады. Бала оқытып, шәкірт тәрбиелеу ісіне де денде барласа алмаған ол 1920 жылы 27 жасқа енді толған кезінде өкпе ауруынан қайтыс болды. Ақынның 100 жылдығы тұсында туған жер мен республикадағы мектеп, университет және көше аттарына Сұлтан Махмуд Торайғыров есімі берілді.